Достар, Әселмен бірге арнасына қош келдіңіздер. Қалайсыздар достар? Бүгінгі көңіл-күйлеріңізді міндетті түрде комментарияға жазып, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Және де достар, бүгінгі біздің сериалымыз ауылға бармаймын деп аталады. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын, сондықтан да міндетті түрде менің арнама тіркеліп, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Той бізге 2 айға жұмыс басталады. Оның үстіне да болады. Иә, мүмкін әпкесіне хабарласып көрерміз. Мен әпкесіне хабарласып көргенмін. Әпкесі бос емес екен. Енді қай жаққа қызымызды апарсақ болады? Үйде өзі жалғыз қалса қорқады. Иә. Маған жақсы бір идея келді. Мүмкін ата-әжесіне ауылға барармыз. Алайда қызымыз бармайды ғой ауылға, білесің ғой. Енді қызымызға түсіндіріп айтамыз. Жақсы идея. Алдымен ата-әжесінен сұрайық. Иә, жарайды, мен ата-әжесіне хабарласайын. Болып жатқан секілді. Алло? Мама, бұл мен ғой? Біз сіздерге бір жаңалық айтқымыз келіп жатыр. Ой, сен ба балам? Я, айта бер. Қалдарың қалай, жақсысыңдар ма? Я, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсымыз. Бізде 2 ай жұмыс болады. Біз үйге келе алмаймыз. Енді біз қызымызды тастай алмаймыз. Әрине, жұмысқа да қызымызды апарып жүрмейтін шығармыз. Енді сіздерден сұрағымыз келіп отқаны, сізде ауылға жіберсек қалай қызымызды? Я, балам. Әрине, келсін. Ауыл көрсін. Рахмет сіздерге. Как раз кімге тастайтынымызды білмей жүр едік. Жарайды, балам. Қашан алып келіп тастайсыңдар? Біз ертең немесе бүгін қазір кешке апарып тастаймыз. Жарайды ма? Я, келсін. Жарайды, мен барып қызымды оятайын. Қызым, тұра ғой. Я, анашым, не болды? Жүр, кухняға келе ғой, саған бір жаңалық айтамыз. Қандай жаңалық болды екен? Жарайды, алдымен киімді ауыстырып алайын. Болдым. Я, анашым, әкешім, не болды? Кел, мұнда отыра ғой. Қызым, біз 2 айға жұмыс кетіп бара жатырмыз. Ал енді біз сені өзіңді жалғыз үйге тастай алмаймыз, білесің, қорқасың. Сондықтан да біз сені ауылға ата-әжеңнің қолына апарамыз. Не?